Күріш суын дайындау өте оңай. Оған кез келген күрішті пайдалана аласыз. Бізге керегі күрішті жуғанда бетіне әппақ болып шығатын крахмалы. Маған күріш суын дайындау үшін 1 кесе жеткілікті. Егер крахмалы қоюырақ шыққанын қаласаңыз, онда 2 кесе пайдалансаңыз да болады. Күрішті қаншалықты көп аласыз, крахмалы соншалықты қою болып шығады. Сонымен 1 кесе күрішті алып, оған шамамен жарты литрдей су құйып, бірінші рет жай ғана кірін шайып аласыз. Екінші рет тағы да су құйып, қолыңызбен ысқылап тұрып жуасыз. Осы тұста ескерте кететін бір жайт. Дайын болған күріш суын бірден бөліп алуға болады. Немесе қоюырақ шыққанын қаласаңыз, күрішті суға 1-2 сағаттай шылап қоя аласыз. Өз басым жуып болған соң бірден бөлек ыдысқа құйып алдым. Осы дайын болған күріш суын шаштың түбінен ұшына дейінгі аралықта шылқытып тұрып құясыз. Немесе спрейге құйып алып шашыңызға шашсаңыз да болады. Менің шашым ұзын болғандықтан және спрейге құйып алып себуге ерінетіндіктен, оның үстіне бас теріме күріш суының толық сіңуін қалағандықтан, бірден осылай шашыма құя саламын. 1 сағаттан соң шампуньмен жуып тастайсыз. Асып қалған күріш суын холодильникте 1 аптаға дейін сақтауға болады. Және күріш суын пайдаланған кезде мұздай болмау керек. Ондай жағдайда ауырып қаласыз. Сол себепті пайдаланар алдында жылытып алыңыз. Күріш суының әсерін бірден сезінесіз. Қайызғақ жоғалып, шашыңыз жұмсарып, жылтырап, шатаспай, жеңіл таралады және өсуіне де көмектеседі. Егер шашыңыз майлы болса, онда майлылығы азайып, ал құрғақ болса, ылғалдандырады. Яғни барлық типті шаштарға арналған. Күріш суының пайдасын құр сөзбен айтқанша оқырмандарымның отзывтарын көрсетейін.